Елге қажет инновациялық идеясы үшін 5 миллион теңге. Бүгін Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры жастар арасындағы инновациялық жобалар байқауының жеңімпаздарын осылай марапаттады. Оған қатысу үшін еліміздің барлық өңірінен 2000-ға жуық ғылыми жұмыс пен креативті идеялар ұсынылған. Бірақ арнайы комиссия оның ішінде 21 жұмысты іріктеп, халыққа пайдалы деп тапты. Эльвира Тағайқызы толықтырады. Айша Ысқақова болашақ бағдарламасы бойынша Прагадағы химия технологиялық институтын аяқтаған. Қазір еліміздегі ұлттық биотехнология орталығында қызмет етеді. Ол әр науқас дәріні ағзасына қарай қабылдау керек деген оймен бірнеше жыл бойы зерттеу жұмыстарын жүргізіп, сол бойынша 2 тест жүйесін жасап шығарған. Еңбегін комиссия мүшелері жоғары бағалап, бүгін технологиялық серпін аталымы бойынша жеңімпаз атанып отыр. Оқуға барамын, мақсатым ағылшын тілін жақсы білу, бұл идеяны ары қарай жүзеге асыру. Байқаудың екінші аталымы әлеуметтік идея бойынша да көптеген жобалар келіп түскен, бірақ олардың ішінде қарағандылық Мария Бурованың жобасы үздік деп табылды. Ол күлсемші, әлемде жарқын бояулар көп атты ауыр жағдайға душар болған жасөспірімдерге қолдау идеясын ұсынған. Біздің жобамыздың басты мақсаты жасөспірімдерді бояулар арқылы өмірге деген құштарлығын арттыру. Ол үшін ашық түстері бар баннерлерді іліп, әр мектепке ашық түсті сенім телефонын орнату. Екі жеңімпазы Самұрық-Қазына қоры атынан 5 миллион теңге көлемінде ақшалай сыйлыққа ие болды. Бұл қаражат жеңімпаздар үшін өз жобаларын әрі қарай дамытуға мүмкіндік береді дейді байқауды ұйымдастырушылар. Что касается новых идей, абсолютных инноваций, это, конечно... Жаңа идеяларды өмірге әкелуде біздің жастарға сеніміміз мол. Әсіресе еліміздегі жетекші оқу орындарында білім алып, ірі компаниялардағы зертханаларда қызмет етіп жүрген жастардан үмітіміз үлкен. Бұл байқауды жыл сайын өткіземіз деген жоспарымыз бар. Байқауға түскен 2000-нан астам жұмыстан 21 жоба ғана іріктелді. Екеуіне қаржылай сый берілсе, қалған үміткерлерге заманауи компьютер мен басқа да бағалы сыйлықтар табысталды. Ал ең бастысы, байқауға өткендердің барлығын Самұрық-Қазына қоры өздерінің кадрлық резервіне қоямыз деп отыр. Эльвира Тағайқызы, Есім Мұхамбеталин, Хабар, Астана.